Солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық колледж студенттері Ресей Федерациясында өткен халықаралық байқауда бас жүлдені ұтып алды. 22-23 мамыр аралығында Түмен қаласында болған сайыс жеңістің 70 жылдығына арналған. Культура жастар фестивалінде жерлестеріміз бірнеше шағын спектакльдер қойды. Солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық колледжі Ресей Федерациясындағы профессионал білім мекемелерінің коммерциялық емес серіктестігінің мүшесі болып табылады. Культура жастар фестивалі аталмыш бірлестіктің жоспарына сай өткізілген. Оған қатысқан жерлестеріміз өңірдің ғана емес, Қазақстанның намысын қорғады. Нәтижесінде бас жүлдені ұтып алды. Сондай-ақ бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталды. Түмен қаласына барып, жалпы ресейлік мәдениетке арналған сайысқа барып, гран-при алып келгенімізге өте қуаныштымыз. Көп дайындалдық. Көп дайындалғанымыз ақталғанына сенемін. Енді ары қарай тоқтамай көптеген сайыстарға қатысып, бірінші орынмен және гран-при алуға тырысамыз. Колледж ұсынған концерттік бағдарлама «Давно закончилась война» деп аталады. Қойылымның әр сөзін жазып, студенттердің актерлық шеберліктерін шыңдаған көркемдік жетекші Ерке Тажжігітова. Режиссер соғыс жылдарында қараша халық басынан кешірген қиындықты, жеңістің оңай келмегенін жеткізгім келді дейді. У нас были большие потери. Біз соғыс жылдарында көптеген жауынгерлерімізден айырылдық. Жеңіске қол жеткізу оңай болған жоқ. Сахнаға шыққан менің тәлімгерлерім соғыс жылдарындағы қиыншылықтарды жеткізе білді. Олар бар жан тәндермен ойнап, шынайы жылай білді. Түмендік көрермен болса, бізге орындарынан тұрып қошемет көрсетті. Бұл режиссер үшін ең үлкен баға. Ол кездегі қуанышты сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қаздар алқасының құрамына Түмен қаласының еңбек сіңірген мәдениет қайраткерлері енген. Олардың алдында жерлестеріміз лайықты өнер көрсете білді. Фариза Жазитова, Ерлан Қалиев, ақпарат.